Жерорта теңізі жағалауларындағы елдерді римдіктер билеген 1-ші ғасырда кең байтақ патшалықтың шығыс жақ шетіндегі қарапайым халық арасында негізгі мәдениетке қарсы қозғалыс пайда болды. Иә, ол яхуди халқының арасында басталды. Олар ғасырлар бойы Жерорта теңіздің айналасындағы көп елге шашырап кеткен еді. Бірақ олар қай жерде өмір сүріп, қай тілде сөйлесе де, өздерінің жалғыз шынайы Құдайға бағышталған Ыбырайымның ұрпақтары екендерін ұмытпады. Олар жыл сайын қасиетті мейрамдарды атап өту үшін Иерусалимге баратын. 50-ші күн мейрамы атты сол мерекелердің бірінде қалаға келгендер әрқайсының ана тілінде сөйлей алатын яхудилер тобын кездестірді. Иә, олар римдіктер өлтірген Иса есімді адам туралы әңгімелер айтып жатты. Олар Исаның өлімнен қайта тірілгенін және қазір Израильдің және бүкіл дүниенің шынайы патшасы болуға тағайындалғаны туралы жариялады. Осы Иса енді адамдарды өзінің төңкерілген құндылықтарын ұстанып, Құдай патшалығы деп аталған оның билігіне мойынсынып өмір сүруге шақырды. Сонда мыңдаған адам Иерусалимде қалып, қозғалысқа қосылуға шешім қабылдады. Қозғалыстың көлемі мен ықпалы арта түсіп, халықтың ризашылығына бөленді. Бірақ Иерусалимдегі ғибадатхананың басшылары оған наразы болды. Олар мұның бәрін қауіпті діни топ ретінде қарастырып, тіпті Степан есімді жетекшілерінің бірін өлтірді. Енді Иерусалимде қалу қауіпті болғандықтан, Исаның шәкірттерінің көпшілігі Яхудея деген көрші аймаққа қашып кетті. Енді бұл әңгіменің соңы деп ойлауың мүмкін. Бірақ іс жүзінде бұл қайғылы оқиға қозғалыстың Иерусалимнен тыс жерлерге тарауына себепші болды. Осымен елшілердің істері жазбасының 2-ші бөлімі басталады. Шашыраған шәкірттер Яхуди халқының ежелгі жаулары тұратын Самария сияқты таңғаларлық жерлерге де барады. Иә, Луқа бізге еш күтпеген адамдардың Исаға ере бастаған туралы сипаттайды. Мысалы, самариялық сиқыршы Шимонға Исаның жолы құдірет иеленуден емес, өз күшінен бас тартып басқаларға қызмет етуден тұратынын үйренуге тура келеді. Онда эфиопиялық уәзір туралы әңгіме де бар. Ол Филиппен бірге шиыршы кітаптағы Ишая пайғамбардың жазбасы туралы сөйлесіп, соңында қозғалысқа қосылуға шешім қабылдаған. Иә, Исаның өз алдын ала айтқандай, қозғалысын Яхудия мен Самарияға дейін кеңейтуде. Бұл керемет. Ал енді Иерусалимге қайтсақ, сол жерден Тарстық Саулды кездестіреміз. Саул жаңа қозғалысқа қарсы болған діни жетекшілердің бірі. Ол Исаның шәкірттерін кез келген жерден іздеп тауып тұтқындайды. Ол қатыгез жігіт. Бірақ бұған оның көзқарасы тұрғысынан қарап көрші. Өткен ғасырларда Израиль халқы адасып, бөтен тәңірлерге бет бұрып, жалған пайғамбарларға құлақ асқандықтан пәлеге ұшыраған еді. Енді Саул Исаның шәкірттерін жоқ қылу арқылы Израильді және Құдайды қорлаудан сақтаймын деп ойлады. Саул қозғалыстың солтүстікке қарай Дамаскіге дейін кеңейгенін естігенде, сол жаққа барып, Исаның тағы көбірек шәкірттерін іздеп тауып, тұтқындамақшы болды. Бірақ жолда Саул қайта тірілген Исаның өзімен кездесіп қалады. Иса оған: "Саул, Саул, неге мені құдалайсың?" деген сұрақ қояды. Кейін ол Саулды өзінің Израильге және басқа ұлттарға жіберілген өкілі болуға тағайындайды. Саул қатты аң-таң болып, еш нәрсе көре алмай қалады. Сөйтіп, ол Дамаскіге жетеді. Бірақ ол жақында ғана шабуыл жасаған Иса туралы ізгі хабарды енді өзі жариялай бастайды. Мұны солай болады деп ешкім күтпеген еді. Иә, дұрыс. Бұдан кейінгі оқиға да дәл солай болды. Кесария атты кемежай қаласында Корнел есімді римдік жүзбасы тұрады. Ол Яхуди халқы жек көрген римдік басқыншылардың өкілі. Ал Корнелге періште аян беріп, оған Петр деген кісіні шақыруды тапсырады. Осылайша Петр жолға шығып, отбасы әрі достарымен бірге үйінде жиналған Корнелмен кездеседі. Ал бұл үлкен мәселе. Өйткені яхудилер өздерінің Таурат заңының ережелері бойынша арамданбау үшін басқа ұлт адамдарының үйіне кірмейтін. Сонда Петр не істемекші? Дәл мұның алдында Петр бір көрініс көрген еді. Құдай оған Израиль халқына жеуге тыйым салынған түрлі мақұлықтарды ұсынып, бұлардың біреуін сойып же деп бұйырды. Бұған Петр қатты таңырқады да, "Мен ешқашан арам нәрсе жеген емеспін" деді. Алайда Құдай оған былай деп жауап берді: "Мен адал еткенді сен арам деп айтпа." Сонымен көрініс аяқталды. Сонымен Петр жаңа диета бастағалы жатыр ма? Жоқ. Ол Израильдік. Сондықтан ол өмір бойы Таураттағы тамақтану ережелерін ұстанып келеді ғой. Бұл көрініс Петрді арам деп саналған басқа ұлт адамдарының арасында тұрған осы сәтке дайындады. Содан Петр Құдайдың осы адамдардың да Ыбырайымның рухани ұрпақтарына жататындығын білдіргенін түсінеді. Сондықтан Петр сол үйде қалып, жиналғандарға Иса туралы айтуда ұйғарады. Сонда киелі рух
50 күн мейрамдағы сияқты адамдарға қонады. Бірақ осы жолы киелі рух римдік жүзбасы мен оның отбасына қонады. Қозғалыс шектен асады. Петр Иерусалимге қайта оралып, басқа елшілерге не болғанын айтып береді. Бұдан кейін елшілер солтүстік жақтағы Антакия атты үлкен сауда қаласындағы Исаның жолына түскен басқа ұлт адамдары туралы хабар ала бастайды. Сондықтан олар сол жаққа Барнаба есімді бір адамды жағдайды тексеруге жібереді. Барнаба Антакиядағы Исаның қозғалысының жағдайы жақсы екеніне көз жеткізеді. Сонымен қатар ол сол қауымның дүниенің түкпір-түкпірінен келген адамдардан тұратынын көреді. Сондықтан Барнаба Саулды Антакияға шақырып, екеуі сонда бір жылдай қызмет етеді. Олар тәлім беріп, сондағы адамдар арасында тұрады және қозғалыстың өскенін көреді. Антакиядағы қауым Исаның алғашқы халықаралық қауымдастығы болды. Бұл жерде оның шәкірттері алғаш рет мәсіхшілер, яғни мәсіхке сенушілер деп аталды. Осылайша Исаның жолы Иерусалимдегі мәсіхші яһудилер тобынан дүние жүзіне тарап жатқан көп ұлттан тұратын Исаның қозғалысына айналды. Олардың сенімі бірдей болды. Оның өзегі мынау: барлық халықтардың патшасы, айқышқа шегеленіп қайта тірілген Иса туралы ізгі хабар. Бірақ бұл хабар мен олардың жаңа өмір салты айналаларында тұратын қарапайым Рим азаматтарын шатастырып, оларға тіпті қауіп төндіргендей көрінді. Бұл қозғалыс жаһандық, яки Мәсіх Иса айтқандай жердің шетіне дейін кеңейіп жатқандықтан, нәтижесінде туындаған қақтығысты біз әрі қарай зерттейтін боламыз.